Нұрдағы қаласындағы жойқын жер сілкінісінің салдарын жоюға жұмылдырылған қазақстандық құтқарушылардың екінші эшелоны отанына оралды. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар құтқарушылары мен апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері бар борт Астана әуежайына қонды. Оларды қазақстандықтар, туыстары, достары мен әріптестері күтіп алды. Ең қиыны, ең ауыры мен үшін адам тапқаннан кейін ойлайсың, тірі болса ғой деп. Майытты көрмесем ғой деп, өйткені туған туысқандарын оңай емес, бұны көтеруге. Ешкімге оңай емес, бізге де оңай емес. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин және Түркия Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Уфук Экиджи біздің құтқарушыларымызды күтіп алды және олардың әрқайсына атқарған қиын жұмысы үшін алғысын білдірді. Глава государства отметил вашу работу. Некоторые из вас будут представлены государственным наградам, остальные будут отмечены ведомственными наградами, так что без наград никто не останется. Құтқарушылар қолмен, сондай-ақ инженерлік техниканы, авариялық құтқару жабдықтарын, шанс аспаптарын тарта отырып, 250 мың текше метрден астам үйінділерді бөлшектеді. Толығымен қираған ғимараттарда қазақстандық құтқарушылар адамдардың орналасқан жері мен жай-күйін анықтау, үйінділер арасындағы зардап шеккендермен аудио байланыс орнату, қажетті көмектің көлемі мен сипатын анықтау бойынша бір мезгілде жұмыс жүргізді. Естеріңізге сала кетейік, Түркияның 3 өңірінде іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу басталғаннан бері Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушыларының күшімен 7 адам құтқарылды. Қаза тапқан 88 адамның, оның ішінде 10 баланың денесі шығарылды.